Mine жұмысшыларды қазір міне тәртіп сақшылары келді. Өздерінің ішкі қауіпсіздіктері дейді, автобусты айтқызбады. Енді жұмысшылар шешінген судан тайынбас дейма, әкімшілікке осылай шұбап жаяу барамақшы. Жаяулатып шығуда. Міне жағдайларын бермеген, енді автобус бермеген соң өздері жаяулатып әкімшілікке жаяу барамыз деп жатыр. Негізі бір жауапты адам келіп жауап берсе, бүйтіп халықты көшемен жүргізбей. Ассалаумағалейкум. Айдеке, қалайсыз? Амансыздар ма? Жағдайыңыз жақсы ма? Мына кісілерді жұбатпай әкімшілікке кетіп барады бәрі жай. Енді мына жақта жауап беретін адам таппай. Не болды? Неміне кетіп барады? Алло. Қазір больничныйға шықты. Ой, машинамызға жетіп аламыз ба? Аха, жаяу барамыз дейді ғой бәрі. Дәулетбай, отыр. Қазір автобуспенен мінген адамдарды қазір түсіріп тастады, бірақ адамдар ақыр бізге түсіндіретін адам жоқ. Aynen jolda turib qoldim nima Осылардың бәрі қазір қалай барады. Негізі жауапты адам келіп, міне Жасыл ел мекемесінің жұмысшылары жаяулатып акиматқа жолға шықты. Осымен телефоным өшеді. Опа, өшері қолданып өтіп кетейік адамдарды. Бисмилля. Жүйелі бір адам жоқ, Жайға барсақ машина қайтып алып келіп проблема бола ма? Başlıkları қабылдамай, бізде жұмыс уақытында жоқ. Сондықтан автобус берілген автобусымызды өзімізбен барайық, акиматқа барып шешіп, әкімге жолғайық десек, автобусымызды жұмыстар шығарып жібереміз, ойға барсаңыздар деп дөрекі сөйлеп алып қалды. Біз енді жаяу бара жатырмыз. Халық ашынды, коррупция бізде Жасыл ел Таразда басшылық тараптары өздері білгендерін бәрін істеп, жұмыстың бәрін быт-шытын шығарды. Жұмыс істейтін, жұмысты білетін керек адамдарды алмайды. Өздерінің таныс, туыс, бауыр, жекжат сондайлардың бәрін кіргізіп тастаған. Басшылық тараптарына сотталған, жұмыстан шығарып жіберген, елді тонайтын адамдардың бәрін отырғызып тастаған. Түсінікті, оны естіді. Жағдай осылай, в общем, Тараз қаласы. Күн суығынай, қол қатып қалды. Телефоным. Так, тікелей эфир кезінде көріп отырған адамдар болса, телефон соқпауларыңызды өтінем. Өйткені эфир үзіліп жатыр. Онсыз да қазір өшеді 1-2 минутта.
Эфирдің жалғасын күтіңіздер. Қол қатық балды. Емес бара бере ма? Негіз бір адам хотя бы шығып көшеде жүргізбей қою керек еді негізі адамдар үшін. Енді жан айқайын жеткізу басқалай қалай жеткізеді енді. Қайтадан алдына шығып кете салайын. Жасыл Тараз мекемесінде қайтадан осындай жағдай. Көптің айтуларынша басшыға наразы. Мен Жасыл Тараздың бастығы көшеден қарсы алды. Тоқтатты алдына. Барайық. Сұхбат алайық. Түсіре бер пландарды. Міне. Телевидение шақырған кезде мен сіздерге жақтасқанбын. Енді түсініп жатырмын. Бекерлік екенін. Мен директормын. Бағанадан бері барды. СБ-нің өзі ақайлап дөрекі сөйледі. Мына жерде тұрмай. Біз әкімшілікке баратын сөйімі бар. Сіздер шешіп бермейсіздер. Әкімге біз барамыз. Мен директорым, мен сіздерді шақырмадым. Міне мына жол. Жүріңіз. Барып сөйлесейік. Мен директормын. Жүріңіз біздің кабинетімізде. Міне мына 100 метр. Жүріңіздер шығып кабинетке. Жүріңіздер. Біз әкімшілікке бара жатырмыз. Ояққа бармайық. Құрметті ұжым, жүріңіздер кабинетіме. Жұмысқа мына жерде. Мына адамдар қаяққа тияды. Осы жерден айта беріңіз, біз ояққа барып, ояқтан өзі болмайды. Ояққа барған. Не шешіледі ояққа барғанда? Мен өзім жалғыз басты бір кормилицамын. Жаңа мен сіздерге айттым. Бензинімді, сіздің адамдарыңыз жоқ болды. Мен Байзақский районынан барып келемін. Дәулетбай перчатка жоқ қой бе? Қол қат қол. Бұл кісілердің бәрі еттен емес. Бұл кісілердің бәрін бізге жинап